Бүгін мінекей көрікті Көкше өңіріне келген Домбыра ұлттық арнасына алғысымыз шексіз. Көкше өңірінің сұрауы бойынша осындай халықпен жүздесу ұйымдастырып, қазақтың қара домбыраларын төрге шығарып, кереметтей кездесулер ұйымдастырып атқан осы арнаның ұжымына алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, қазақтың қара домбырасы әр шаңырақтың төрінде, көгілдір экранда естілетін болсын ағайын. Ой, бәрекелді. Ал Нұреке, ауылымызға осындай қонақта келіп жатқанда, өзіңдей арқалы ақылмен, айғырдай алыспасақ та сөз қағысып бір-екі ауыз айтысып жіберейік. Бәрекелді. Дайынсың ба? Сіз дайын болса, біз дайын. Бастыңыз. Халық жыр күтіп отыр арындылдан, ақынен жанып жүрген бағым жырдан. Карантин деп айтыс болмай, жатқаныма асық балды жарым жылдан. Домбыра арнасы кепті бұл мекенге, Алатаудың ақ сәлемін алып жылдам. Ақкөлде құтты мекен, құттор деді, ұл қыздары жасынан дарын қуған. Сағдат Нұрмағамбетовтің туған жері, ел үшін керек десе жанын қиған. Шежіресі жайық өскен құтты мекен, Сталиннің зұлматын бағындырған. Қозы көрпеш баян сұлу осы жерде ғашықтықтан сыр чертіп сағым қуған. Осының бәрін айту менің міндетім ғой, алған соң осы жерде тәлім мыңнан. Баршаңызға ассалаумағалейкум, Нұрболаттың әрқашан бабын қылған. Домбыра арнасына мың рахмет, айтыспен қауыштырған, сағындырған. Қатты бұрап домбыраңның бір шегін, ал сөйле бауыржандай ірі серім. Сенің де ашылатын жөнің бар ғой, бағаласа бұл мекеннің ырысы едің. Облысқа белгілі күйші сазгер Құрметбек Бөженнің інісі едің. Аудандық айтыстар клубының жетекшісі және де ірісі едің. Мырзатай Жолдасбеков ашып берген ақындар мектебінің бірісі едің. Арнасы ауданға келген кезде сенің де жөн шығар кірісерің. Ал енді чапқа шақырайын, аман қал егер болса су ішерің. Нұрболат аманбысың директорым, жырыммен шабытыңды жебеп тұрмын. Оның рас көп болды айтыспадық, Домбыра ұлттық арнасы себеп бүгін. Алатаудан ат терлетіп қонақ келді, ұққандай бізге ненің керектігін. Ұланы болғаннан соң текті елдің, тұлпардай айтыста жер тепкіледім. Алатаудан ат терлетіп келгендерді жалғасы дередім мен тектілердің.
қазақтың өнер қуған бір ұлымын, домбыра менің жаным деп білемін. Аққуға ән салдырсаң көлді айтады, шахтермен кезіксеңіз кенді айтады. Ал мынау кей ақынмен кездессеңіз сұлу қыз жәнебетте меңді айтады. Ақындар болмағанда орақ тілді, жақсылықтан басқа бір неңді айтады. Ал мына Нұрболаттай асыл бала қолдап отқан осындағы елді айтады. Директор деп бастадың мынау сөзді, демегін ол сөзіңнен мен қайтады. Күнде директордан сөз естіген бұл бауыржан алдыменен осылай ченді айтады. Қазақстан халқының бар тынысын Отау ТВ арнасынан білетін ек. Онда неше түрлі бір каналдар бар, сағат сайын пұл тұстап кіретін ек. Түрік, кәріс, Индияның мылжыңынан амалсыз кейде құлақ түретін ек. Айтпақшы, Еуразия дейтін бір канал бар, ода біраз көңілді жүдетіп ет. Қалаулым деп ат қойып айдарына, жамандықтың желін біраз үдетіп ет. Ал естісем домбыра арнасына орын бермей көңілді жүдетіп ет. Ұлттық рухты көтеретін мұндай іске көңіл неге бөлмейді бұл өкімет. Домбыра арнасы Отау ТВ-ден көрінсегер, ұрпақтар ұлттың рухын білетін ет. Ата-әжелер Қалаулым туралы әңгіме айтпай, немереге күй тарихын айтып жүретін ет. Айбәке, қалжыңдарың өтімді екен, сөз айтпайсың, шымшып біраз өтінбесем. Мағансын домбыра алып қолдарыма, ұлылықпен мен біраз жетілмесем. Айтыста да домбыраның орны бөлек, домбырам жоқта мен бөлек кетілмесем. Домбырасы жоқ қазақтарды артық кетпес бұл күні, рухы біраз жетім десем. Домбырасы жоқ ақындар қарап тұрсаң мылтығы жоқ мергендер секілдеген. Ал досым, айтайықшы анық ойды, ел үшін болу керек ақын ойлы. Домбырарына ашсақ деген ағалардың ойын неге іске аспай қалып қойды. Біздің қазақ қалғып әлі жүрген кезде басқалар барар жерге барып қойды. Қит ТВ, Мұз ТВ мен Той Думаның көгілдір экранды алып болды. Домбыра тыңдамаған ұл қыздарың шетелдің жұлдыздарын танып болды. Ал досым, құлагердей дара едік, сұлу әнін көкшенің салар едік. Домбыраны жастарға насихаттар, елдің мұңын айтатын бала едік.
Халқымызға сай қарулы жыр айтайық, Ақкөл жалғыз ақылды қала едік. Бауыржанның бөлек екен ақындығы, енді Нұрболат енді танып жатыр мұны. Алматыдан Ақкөлге келіп жатқан ағалардың ұлт үшін батылдығы. Осындай ұлт мұрасы үгіттеліп шықсыншы қазағымның батыл дүні. Адамдардың болмаса ақылдығы, не керек қалаңыздың ақылдығы. Бұл менің емес еді даттағаным, жеріммен туып өскен мақтанамын. Екеміз домбыра алып шырқағанда білдік қой осы жерде атқаларын. Орман көмкөрілген саял өлке, Ақкөлмен қайда жүрсем мақтанамын. Елбасы атап кеткен атын айттың, Ақкөлдей ақылды деп аққаланың. Осы жерде ұлт рухы көтерілсе, қазақтың бір ұлы боп мақтанамын. Қиындық өткізді елім неше, енді мұндай күндер басқа берілмесе. Алуан тағдырды бастан кешіп, құлазып қала берді көңіл кеше. Енді мына ұлттық рух көтеріліп, атқа мінер ағалар елім десе. Арнаны Отау ТВ-ге қосқан кезде басшылары қоспаймыз деп керілмесе. Осы арнам Отау ТВ-ден күнде шығып, Хит ТВ дегендерін көрілмесе. Хит ТВ-дің несі хит болып жатады, бір қазақтың баласы көрінбесе. Айырылмайық ақын деген күйімізден, жыртыңдасын мұнау халқым жиібізден. Тілекпенен тоқтатайық бұл айтысты, кетейік осы ортада сыйымызбен. Оқшау қалған домбыраның бұл арнасын күнде көріп отырайық үйімізден. Қазақстан керемет жерсің деді, ал қазақ мамыражай елсің деді. Осылай арқамыздан қаққандарды құшақ жайып төрме енсін деді. Отау ТВ отандық таратушы, міне халқым бұл сенің еншің деді. Қазақ байқыз қуанды мақтаныштан, өзгелер енді бізді көрсін деді. 60 арна төрінде асыр салып, ақшасы барлар ғана келсін деді. Отандық таратушы Отау ТВ неліктен домбыраны менсінбеді. Сөйледі Бауыржандай толғамдылы, шешен қып ұлтым деген жолдар мұны. Ұлттың рухын көтерілге жұмсамаса, 5 тиын қой біздерге доллар құны. Домбыра арнасына бір орын бер алмаса, 1 тиын қазсаттырый болғандығы. Біз енді артық уақытты билемейік, шабыттан таяз кетіп сиремейік. Тағы тілек айтайын, әй тоқташы, сен
айтқан жамандықтан жиренейік. Отау ТВ-ді бұдан кейін қосып алып, бала шағамен домбыраны үйренейік. Осы болды ақынның көлдеткені, айттық қой дей алмаймын терлептегі. Әр ауданды аралап қор жинаған, ағалардың жөн болды төрлеткені. Ақкөлдің рухын біраз көтерді ғой, ағалардың Алатаудан кеп жеткені. Сөз соңында тілейтінім өздеріне, жана берсін ұлттым деген еңбектері.